Айзаттың аяусыз соққыға ұшыраған денесін мәйітханадан көрген анасы сол жерде есінен танып қалған. Ал марқұмның туысы Раушан Дәуренбекова Айзаттың сау тамдығы қалмаған денесін көргенде өзін қоярға жер таппапты. Моргтың коридорында тұрдық біз. Сол жерге алып шықты каталкамен. Алып шыққан кезде головой простыняның ішінде екен Айзат. Алып шықты да тек қана бетін ғана ашып көрсетті. Мынандай бетін ғана, бет әлпетін ғана былай ашып көрсетті, беті түгел көк күмбек. Сол кезде жаңа жеңгем уже құлай бастады. Стенаға сүйеніп тұрып қалды. Мен айттым, түгел мен көремін түгел деп ашқыздым. Сонан санитар жігіт, маған тұрған жігіт ашып көмектесті. Одноразовый простыняны головойды аштық. Ашқан кезде мен Айзаттың үсті басының түгел көк-алақойда екенін сол кезде көрдім. Көргенде үстінің бәрі сырылған, төс аймағында да ұрылған, көгерген нелер бар. Қолдарының мынандай қолының саусақтарының қарайып көгергенін, сосын жаңағы аяқтарының түгел сырылып, екі тізесінің бірдей қанталап сырылғанын көрдім. Жаңағы бірінші ашқан кезде мен сразу қолын басының астына тығып көрдім, өйткені сіңлімнің басы, Айзаттың басы неге сол жаққа қарай қисық жатыр екен. Сол кезде мен қолының астына басымды қолымды тығып қарадым. Ұстаған кезде басы былқылдап тұрды.